блогер болатын адам қандай қасиеттері болу керек? Біріншіден, сіздің блогыңыз сіздің жақсы қасиеттеріңіз арқылы құрастырылу керек. Сіздің мықты қырларыңыз арқылы. Әр адамның өзінің қасиеттері болады. Бұл міндетті түрде. Әр адам ерекше. Ерекше тұлға. Жеке брендсіз өзіңіз. Әлі пока әзірге сізді осы Қазақстан адамдары тани қоймайды, но болашақта сіз кәдімгідей брендке айналатын адамсыз. Не себептен? Мысалы, сіз сияқты адам бұл өмірде дүниеге келмеген. Сіздің копияңыз дүниеге келмеген. Ешқашан дүниеге келмейді де. Дәл сіз сияқты ешкім бала туа алмайды. Дәл сіз сияқты күле алмайды. Дәл сіз сияқты тамақ пісіре алмайды. Дәл сіз сияқты бір жазу жаза алмайды өзінің ойын. Дәл сіздің түріңізге ұқсайтын әлемде адам жоқ. Сіз бұл әлемде индивидсіз, уникальный адамсыз. Сізден басқа адам жоқ. Сіздің Алла тағала берген ой өрісіңіз, ой түйсігіңіз, ойлау қабілетіңіз ерекше. Ойлаңызшы, қаншама миллиард адам бар бұл өмірде, бірақ сіз сияқты адам бұл өмірде жалғыз. Қалай сіз ерекше болмайсыз бұдан кейін? Сіз қалай өзіңізді ерекше емеспін деп айтпайсыз? Көрдіңіз ба? Вот сіздің өзіңізде бар ол ерекшеліктер. Соны ашу керек, егер сіз вдруг білмесеңіз, ашу арқылы сіз блогыңызды құрастыруыңыз керек. Сондықтан сіздің бірінші тапсырмаңыз өзіңіздің жақсы мықты қырларыңызды ашу арқылы, соларды жазу арқылы өзіңіздің парақшаңызды құрастыру, соны ашу. Мүмкін білмесеңіз, бір білмейтін қырларыңызды ашу оған сізге біздің арнайы тесттарымыз көмектеседі. Сол тесттерді өтіп, енді аналар бала туғаннан кейін көп нәрсе ойдан кетіп, үйде отырып қалып, өзінің жаңа қыз кезіндегі мінезін ұмыта бастайды ғой, енді былай қарап отырсаң. Көп ақпараттар ұмытылып кете ме? Сондай болып қалады, өзімде де болды. Вот сіз ұмытылып кеткен, сізде бар қасиеттерді еске түсіру үшін жаңа тесттер көмектеседі. Сол тапсырманы орындап, өзіңіздің жаңа қырларыңызды жазып, мүмкін сіз көп болған шығар да жазбағаныңызға, сөйтіп жаңағы блогыңызды бастайсыз. Блогерлікті енді бастап жатқан қыздарда мынандай да бір мәселе бар, қорқыныштары бар. Ол мен туыстарымнан, достарымнан, жақындарымнан ұяламын, қалай пост жазамын, олар оқиды ғой, қалай өмірім туралы айтамын, өмірімнен бір үзінділерді қалай ашып айтамын, олар маған не дейді, күледі ғой, ұяламын. Егер олар күлсе не істеймін, сөйтіп айтса, ой, сен блогер болып кеткенсің ба, не, ой, сен сол туралы жазасың ба, не, өзіңе крутой санайсың ба, не деп айтса не істеймін деген сияқты. Ол бәрімізде болатын қорқыныш. Бұл сізге айтайын, бұл қорқыныш 100%, 99% блогерлар бастаған кезде болатын қорқыныш. Бұл деген нормально. Бірақ менде ондай особо қатты қорқыныш болмаған, білмеймін. Өйткені менің түсінігім бойынша изначально дұрыс келе жатыр да. Мен түсінбеймін не себептен солай қатты қорқатындарын адамдардың мысалы. Бұл жерде бір ұялатындай бір жаман нәрсе жоқ, бір ұялып кәдімгідей. Сіз жаман нәрсе жасамайсыз, ешкімнің бір ала жібін аттамайсыз, ешкімді қорламайсыз, өзіңіздің өміріңізді жамандап, біреуді жамандап жазбайсыз, жаман жақтармен бөліспейсіз, мысалы тәрбиесіз, жаман нәрсе үйретпейсіз. Бұл жерде қай жағынан ұялуға болады деймін да? Ұялатын түгі жоқ. Бұл жердегі басты секрет, ол сіз мысалы парақшаңыз жүргізген кезде өзіңіздің беретін ақпаратыңызды фильтровать етесіз өзіңіз. Сіз фильтр боласыз. Не нәрсемен бөліскіңіз келеді? То есть сізде қандай шектеу бар, қандай рамкалардың қарай ойларыңызбен бөліскіңіз келеді, солай бөлісесіз. То есть өзіңіз шешесіз. Мына нәрсе туралы айтасыз ба, мына нәрсе туралы жазасыз ба, әлде мынандай тақырыптарға мүлдем жазбайсыз, өзіңізге басында белгілеп аласыз. То есть сіз өзіңіз шешесіз, ол туралы сізге ешкім айта алмайды, указ бола алмайды. Мен де указ бола алмаймын. Оны сіз өзіңіз шешесіз. Сондықтан бұл деген керемет. Мұндай жауапкершілік, ол наоборот керісінше сізге бостандық алып келеді. Ал туыстарыңыз, мен айтайын сіздерге, сізде наоборот сізбен мақтанатын болады олар. Егер бір адамдар үндемей бүйтіп бір келеке етіп, немесе бір күліп, сондай сөздер айтса, ол көбінесе 90% случайда ол кісі сізді кішкене қызғанып, кішкене көре алмай тұр деген сөз негізі. Просто адамдар іштей болсын қызғаныш сезім болады. Ол көп адамдар болатын сезім, на самом деле ол нормальный сезім негізі ол болады. Просто адам өз-өзіне күреседі. Сондықтан будьте уверены, обязательно сізге адамдар көре алмай, кішкене қызғана қарайтын болады. Сондықтан ол кісі жаңағы сізді тайдырып жіберуге, сөзбен жаңағы сеніміңізді алып тастағысы
мақтағысы келіп тұрады. Ойбай, мына кісі не успешный болмай кетсе екен, бай болмай кетсе екен, қолынан келмей қалса екен, егер ол сондай успешный болып қалса мен қалай болам, уайымдап қалуы мүмкін. Мысалы подружкаларыңыз көре алмай кішкене, мынау сондай болып кетейін деп жатыр ғой, что-то түріне қарасаң, что-то түрі жаман деген сияқты сондайлы ойлар болуы мүмкін. көрдіңіз, сізді шынайы жақсы көретін адамдар сізді қолдайды, туыстарыңыз сізбен мақтанатын болады. Біздің осындай блогер болып, осындай күшті посттар жазады, мен соны оқимын деп. Мысалы, менің өз басымда сонда ешкім маған әлі де ешқашан олай келеке етіп айтқан емес бірде-бір адам. Керісінше менімен мақтанады, олар қуанады, тіпті таң қалады. Вау, молодец, қалай күшті деген сияқты. Көбінесе мақтап жатады. Өйткені бұл деген, наоборот, мен жақсы іс жасап жатқан адаммын, 21-ші ғасырмен сәйкес. Сосын кейін егерде вдруг, мысалы, сіздің күйеуіңіз, мысалы, немесе балаңыз, жақын, мысалы, анаңыз, ең жақын адамдарыңыз вдруг сізді қолдамай солай жаңа болып жатса, олар сізді в любом случае қолдайтын болады. Бұл жерде мынандай техника бар, егер бас жағында қолдамай жатса, қалай сіз олармен сөйлесу керексіз. Олар сіздің жақын адамдарыңыз бірінші очередь. Олар сізді жақсы көреді. Олар қорыққаннан, шын жүректен сізге жақсылық тілегеннен қорқуы мүмкін да, ойлап предостерегать етіп, мысалға. Просто олар білмеуі мүмкін да, ол қалай, не деген сияқты түсінбеуі мүмкін, сіз сияқты білмейді, ғой, білімі жоқ. Сондықтан сіз спокойно обстановкада ол кісіге шын жүректен ойыңыздағы, жүрегіңіздегі ойыңызды айтасыз, ниетіңізді. Вот мысалы, күйеуім, мен шынымен де осындай қалаймын, мен осылай блогер болғым келеді, парақшамды дамытқым келеді, болашақта мен кәсіпкер болғым келеді, өзінің армандаған хоббиімді кәсіпке айналдырғым келеді, маған сондай аудитория керек, мен брендке айналғым келеді, сонда мен айналысқым келеді, ол деген керемет емес пе, мен шын жүректен соны қалап тұрмын деп түсіндірсеңіз, жай ғана сөйлессеңіз, ол сізді жақсы көреді ғой, күйеуіңіз. Сізді жақсы көрсе, міндетті түрде сізді қолдайды. Себебі ол сізді жақсы көреді, сіздің жақын адамыңыз. Солай жақындап сөйлессеңіз, міндетті түрде сізді түсінеді ол кісі. Солай жаңағы анаңызбен де сөйлесуге болады, балаларыңызбен де сөйлесуге болады. Осындай метод міндетті түрде көмектеседі сізге. Қазақстанда бізде блогерлардың арасында конкуренция өте аз. Бізде ешқай салада конкуренция жоқ десем болады. Кез келген, мысалы, сіз кино түсірем десеңіз де, бізде кино түсетіндер аз. Кино бізге қазір ақырда дамып келе жатыр. Музыкамен айналсам десеңіз де, музыкант болсаңыз да, просторно, то есть үлкен мүмкіндіктер бар. Немен айналысқыңыз келсе де. Мысалы, блогерлардан да, мысалы, орыс бір-екі блогерлар бар, ақырындап дамып келе жатқан, но бізде блогерлардың ішінде, блогер ретінде санасақ егер, Құралай ханым ғана қанша 500 мыңнан 600 мыңдай ма подписчигі болды, одан асып тұрған ешкім жоқ, қазақ тілді. Және көрдіңіз, бізде қаншама тақырыптар бар, ашылмаған, сол тақырыпта жазылмаған, мүлдем ол тақырыпта қолданбайтын блогтар, нишалар өте көп. Мысалы, Россияда уже қай тақырып жоқ, бүкіл тақырып бойынша блогерлар тарап кеткен. О жақта конкуренция кәдімгідей жақсы дамып кеткен. О жақта саны көп, и сапа да жақсы бір жағынан. Көрдіңіздер ме? Уже конкуренция болған сайын олар адамдарға более полезный ақпарат, более сапалы, более әдемі контент бергенді қалайды да, и олар уже сапаға қарай жұмыс істейді, адамның назарын аударту үшін. А бізде Қазақстанда блогерлар аз, и керемет жаңағы фотолар әдемі болмаса да, жаңағы парақшасына кіргенде бардак болып жатады ғой, әртүрлі посттар қарбыласып кеткен, қателермен жазатын болса да, мысалы, кірген кезде түсініксіз, бұл кім, не туралы жазады екен деген түсініксіз болса да, сол кісілер оқырмандарын жинап, кәдімгідей подписчиктерін жинап дамып отыр, кәдімгідей уже блогер болып отыр. Көрдіңіз, өйткені олар алғашқылардың бірі болып бастады, ашты, и ол кәдімгідей выстрелила дейді ғой. Ал қаншама идеялар бос жатыр негізінде. Сіз кез келген идеяңызда, кез келген темада аша аласыз. Сіз алғашқы болып аша аласыз. Но бір универсальный тақырып бар, ол лайфстайл блогер. Яғни лайфстайл деген жалпы осы өмірде сізде не болып жатыр, өзіңіздің өміріңізді көрсету арқылы жүргізетін блогыңыз, бір күнделікті. Менікі, мысалы, менің тақырыбымда лайфстайл бір тақырыбы бар тоже, но в основном бизнес жағынан, және бір жеңіске жететін успешный әйелдерге арналған блог, және блогерлер жайлы блог,
менде бірнеше тақырып үйлескен. И кішкене мама блог та бар. Жалпылай айтқанда менікі лайфстайл блог. Мен өзімнің тұлғамды, өзім тұлғам арқылы дамытатын парақша.